Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен өміріңізде ешқашанда жеп көрмеген ең дәмді самса рецептісімен бөлісемін. Бұл самсаны анам жеп көргенде, бұндай дәмді самсаны өмірімде бірінші рет жеп тұрмын деді. Ендеше алдымен салмасын дайындайтын боламыз. Тауық етін, саңырауқұлақтарды және пиязды дәл видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Табаға аздап сұйық май құйып, және үлкен қасықпен бір қасық сары май салдым да, және оның үстіне етімізді салып, қуырып алатын боламыз. Үстіне тұз бұрыш салып, араластырамыз, және орташа отта қақпағын жауып, 3 минут қуыратын боламыз. Үш минуттан соң қайта араластырып алып, еттің суы шығып дайын тұрады. Сол суы азайғанша отты азға қойып, 7 минут тағы да қақпағын жауып, қуыратын боламыз. Одан соң міне суы азайған, тек майы мен еті ғана қуырылып жатыр. Енді үстіне жуасын салып, қуыратын боламыз. Яғни қызарғанша орташа отта қуырып алатын боламыз. Қуырылып дайын болған етімізді бөлек ыдысқа түсіріп алып, табаға саңырауқұлақтарды қуыратын боламыз. Саңырауқұлақтарды салып, үстіне тұзын салып, және сарымсақты ұсақтап салып, 2 минут қуырып аламыз. Дайын болған саңырауқұлақтарымыз үстіне қуырылған етімізді салып, араластырып аламыз да. Яғни осы салмамыз дайын болды. Енді қамырын дайындауға кірісетін боламыз. Қамырына дайын лаваш сатып алдым. Бұл лаваштарды ені 10 сантиметрдей болатындай етіп, бірдей етіп кесіп аламыз да, екі жағында сұйық маймен майлайтын боламыз. Бұл лавашпен піскен самса кәдімгі қатпарлы қамырмен піскен самсадай болып шығады. Бұның бір жақсысы, қамыр илеймін деп уақыт жоғалтпайсыз, дәл сондай дәмді болып пісетін болады. Осы екі жағы майланған лавашымызға дәл видеодағыдай шетін қайырып, салмасын салып, орайтын боламыз. Және салмасына ірімшік қостым. Ірімшік қосылғандықтан да дәмді болып шығады.
Оралған самсаларымыздың үстіне жұмыртқамызды жағып аламыз да кунжут дәнін септім. Бұл кунжутты сеппесеңіз де болады, ол міндетті емес. Және де духовкада 180 градуста 25-30 минуттай пісіретін боламыз. Яғни беті қызарғанша пісіретін боламыз. Самсамыз дайын болды. Кәдімгі самсадай қытырлап, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.